Түркістандамыз. Бұл тек қана тарихтың ғана емес, күллі түркі жұртының тоғысқан нүктесі. Бүгінгі хабарымыз рухани Астананың тарихи өлкелерін арналады. Соның бірі жақында ғана есігін ашқан Яссауи музейі. Ендеше толығырақ танысайық. Тікелей Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың өмірбаянына және шығармашылығына арналған. Енді бұл музейіміздің ең бастапқы осы сіздер тұрған жері бұл Ахмет Яссауи музейінің атриум залы деп аталады. Ортада логотип Әзіреті Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи деген музейіміздің есімі жазылған. Және де дәл ортада үлкен бұл көздеріңізге бірден түсетін ерекше бұл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың мөрі. Бұл ең үлкен нұсқасы болып табылады. Салмағы 2 тоннаны құрайды. Бұл мөр туралы ашықтап айтатын болсақ, дәл ортасында жаңағы музейіміздің есімінде жазылған Әзіреті Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың есімі. Ал жан-жағында осы жалпы ислам әлеміндегі ең атақты деген Ахметтің 10 есімдері жазылған. Ол біріншісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыздың тағы да бір есімі Ахмет болса, Ахмет ибн Хамбал секілді сондай ең атақты 10 Ахметтің есімдері айналасында жазылған. Ал мөріміздің ең шетінде, жиегінде тұрған бұл өте керемет дұға берілген. Бұл жерде кімде-кім Алланы үнемі тілмен де, жүрекпен де еске алушы болса, ол адамға ешқандай жерден де, көктен де зиян, зәбір көрмейді деген сондай керемет дұға жазып қалдырылған. Құранның аяттары суға қатысты жазылған. Адамның бір тамшы судан жаратылғандығын растайтын Құранда берілген аяттармен безендірілген қабырғаларымыз және де көрме қойылды. Бұл суға қатысты дүниелер, ыдыстар. 18, 19, 20 ғасыр берегіректегі ыдыстарымыз бізде қорда өте көптеген жаңағы экспонаттарымыз, жәдігерлеріміз сақталған. Солардың бір бөлігі осы суға қатысты дүниелер, ыдыстарымыз назарларыңызға ұсынылған. Алдарыңызда тұрған карта бұл ислам дінінің қалай қай жерден бастау алғандығын көрсетеді. Бірінші нүктеміз, жасыл нүкте байқасаңыздар Мекке қаласынан көрсетіп тұр. Бұл бірінші барлықтарыңызға белгілі. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымызға 40 жасында ең алғаш Құранның аяты түсіп, сол жерден бастап ислам діні дүниеге келген болатын. Ал Меккеден Мадинаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хиджрет жасауымен бірінші Меккеден кейін Мадинаға осы ислам діні тарайды. Сол Мадинадан ары қарай қай өңірге, қалай, қай бағытта ислам дінінің тараған аймағын осы картадан алдарыңызда көрсеңіздер болады. Бала Ахметтің өмірі күні Сайрам қаласында өткен. Ол сол кезде қойда баққан. Сондай-ақ Ахмет Яссауидің қазіргі заманғы тілмен айтқанда хоббиі ағаш ұстасы болған. Мұражайдың да ерекшелігі сол, әрбір жерден дәл осындай ағаштың түрлі формасын көреміз. Қурап тұрған ағаштарды көруге болады. Біздің музейіміздегі тағы да бір ерекше түсі деп айтсақ болады. Қурап тұрған ағаш бұл нені білдіреді? Яғни түркі халқының сол кезде Ахмет Яссауи бабамыз дүниеге келгенге дейінгі тұрмыс тіршілігін жағдайын көрсетеді. Яғни құдайсызданып, жаңа балбалтастарға, түрлі пұттарға өздері жасаған, қолдан жасаған дүниеге құдай деп сенген деп айтып өттік қой экскурсияның басында. Яғни адамдардың осылай өмірден құлдырап жоқ болып бара жатқан жерінен жасыл жапырақ бүршік атып, шығып тұрған бұл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың осы өмірдегі миссиясын көрсетеді. Осы кісінің бір ғана Ахмет Яссауи бабамыздың дүниеге келуімен бүкіл түркі халықтарының арасында ислам діні қайтадан дүниеге келеді. Бір адамның соншама адамның өміріне әсер ете алатындығын да көрсетеді. Яғни бұдан келіп алатын инсайт дейміз ғой қазіргі тілмен айтқанда. Адамдардың ешқашан еш нәрседен үміт үзбеу керектігін көруге болады. Яғни жоқ болып бара жатқан жерден осы Ахмет Яссауидің дүниеге келуімен бүкіл түркі халқы қайтадан ислам дініне өзінің өркениетіне қайтадан келеді, қалыптаса бастайды. Бұл кісінің анасы да, әкесі де өте текті отбасынан шыққан. Оны тарихтан да, насабнамалардан да бірнеше дәлелдер келтірілген. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың әкесі Ибрахим атамыз, анасы Қарашаш ана. Ибрахим атамыздың кесенесінің макеті, Ысқақ бабтың және Махмұт ата кесенелерінің макеттері арнайы осы көрермен назарына ұсынылған. Себебі Ахмет Яссауи бабамыздың арғы тегін білу мақсатында бұл музейде бұл тұру өте орынды деп есептеп арнайы
осы жерге қойдық. Ибрахим ата кесенесі Сайрамда, Ысқақ баб Созақта, барлығы осы оңтүстік өңірінде кесенелері әлі күнге дейін сақталған. Махмұт ата кесенесі солардың макеттері. Сол жақта қабырғада бізде насабнаманың әртүрлі үлгідегі үлгілері қойылған. Бұл жаңағы Ахмет Яссауи бабамыздың арғы аталары Ысқақ бабтан тарайтындығын осы шежірелерден көруге болады. Және өзінің әртүрлі осындай ақпараттарды негізгі бұрынғы кезде ешқандай кітап, қазіргідей компьютер болмаған ғой. Сол себепті осындай қолжазбаларға, терілерге түрлі нұсқада жазып, соны кейіннен берегіректе барлығын аударып, кітап бетіне түсірген. Негізі осындай мәліметтеріміздің барлығы насабнамалардан алынып отырған. Сол насабнамалардың қолжазба шежірелерін, әртүрлі үлгілерін, осы көшірмелерін жасап, арнайы халыққа ұсынған жайымыз бар. Бұл кішігірім күмбездің астында біздің Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың дүниеге келген Сайрам қалашығының макетін осы жерден көріп тамашалай аласыздар. 12 ғасырда Сайрам қаласында ауылында дүниеге келеді. Сайрам елді мекенде дүниеге келеді. Бұл кісінің әкесі Ибрахим ата, анасы Қарашашана. Қазіргі таңда бұл кісінің ата-анасының кесенелері, зиярат орындары, жатқан жерлері, мазараты сол Сайрам ауылында әлі күнге дейін сақталған. Көбісі бірі білсе, бірі біле бермейді. Негізі Ахмет Яссауи бабамызды құрметтеп, осы жерге зиярат есебінде келіп жатқан мұсылмандар сол жерге де ата-анасының басына арнайы барып Құран оқып жатады. Сол Сайрамда сақталған. Енді сол 12 ғасырдағы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз дүниеге келген кездегі Сайрам қаласының көрінісін тамашаласаңыздар болады. Бұл өте тарихи, өте әдемі, осындай өркениеті дамыған керемет елді мекен болған. Ал мына жерде қысқа метражды фильм деуге болады. Осы жерде осы біз айтып жатқан ақпаратты қысқаша мәлімет ретінде көрсетеді. Келген зияратшыларға мәлімет алсын деген мақсатта осындай қысқаша метражды фильм ретінде ұсынылған. Арыстан баптан құрма алып тұрған аңызына байланысты көрініс арнайы жасалған. Ол ең атақты аңыздардың бірі десек те болады. Халық арасында тараған. Арыстан баптың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан құрманы алып, ең ұзақ өмір сүрген сахабалардың бірі ретінде бірнеше жыл өткен соң Қожа Ахмет Яссауи бабамызға осылай сол құрманы табыстаған деген аңыз бар. Сол аңызды осы суретте арнайы бейнелеген. Негіз айтады ғой, 124 мың пайғамбар болса, соның ішінде бірде-бір пайғамбар жоқ дейді, қой бақпаған. Қой бағудың өзі адамның бойында өте керемет қасиеттерді қалыптастырады екен. Яғни Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың да осындай кең далада қой бағып жүргендігі туралы ақпараттар бар. Соған сүйене отырып жасалған, оның өзіне де солай мән беріп жеке тоқталсаңыздар болады. Жалпы Ахмет Яссауи бабамыздың да бойында өте керемет пайғамбарларымыздай, сол пайғамбарларымыз секілді өте көркем мінездерді байқауға болады. Осы Арыстан бап сол кең далада қой бағып жүрген жерінен арнайы тауып, сол жерде құрмасын табыстаған. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың дүниеге келуімен түркі халықтарының арасында тек қана дін, ислам ғана дамып қана қоймаған. Бұл кісінің дүниеге келуімен өркениет қайтадан қалпына келеді. Себебі айтады ғой, дінмен де болма, дінсіз де болма дейді. Дінмен ғана, құлшылықпен ғана қалып кетуге де болмайтындығын, адамның тұрмыс тіршілікті де қатар алып жүру керектігін де бұл кісі өте керемет түсіндіреді халық арасында. Осы Ахмет Яссауи бабамыздың дүниеге келуімен ислам діні қайтадан өркениет алса, сонымен қатар осындай халық арасында тұрмыс тіршілікте бірнеше жақсарады, бірнеше деңгейге жоғары өзінің несін көрсетеді. Осындай әркім өз қолынан келетін дүниелерді жасап, жалпы Түркістан қаласы барлықтарыңыз білесіздер, тарихтан барлығына белгілі Ұлы Жібек жолы бойындағы қала болған. Сол себепті сауда-саттықпен керуеннің ортасында түйіскен қала болғандықтан осы жерден қаншама керуендер ары-бері қиылыстан өтетін болған. Соларға өздерінің дүниелерін ұсынып, өздеріне керек басқа дүниелермен алмастырып, немесе сауда-саттық арқылы соларға ұсынатын болған. Аңыздарда кездесетін ақпаратты айта кетейін. Мына адамдардың үстінде шапан тұр ғой. Шапандарды байқасаңыздар, құрағы өте көп. Ол былай бір қараған кезде бір жоқшылықтан, жамау ретінде киілген киім сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ кейбір аңыздардағы ақпарат бойынша бір ұстаз өзінің шәкірті білім алып біткен кезде, біз қазіргі кезде емтихан тапсырамыз ғой, сол сияқты өзінің білімін алғандығын, бойына сіңіргендігін дәлелдейтін болған. Соны егер дәлелдеп бітсе, менің білімімді сен алдың деп, қолына біздің қазіргі сертификат, диплом сияқты бір жапырақ мата беретін болған деп айтылады. Сол матаны үстіне жабыстырып тігіп алатын болған. Яғни мынау құрақ
басқа мақсатта көрсетіледі. Құрағы көп болған сайын ол адам білімі, діни дәрежесі жоғары дегенді білдіретін болған. Оның өзі көп жерде кездесе бермейтін ақпарат. Ол енді нақты бір аңыздарда кездеседі, сол себепті біле жүрген дұрыс деп айтып отырмын. Осындай дәруіштерді бір жоқшылықтан емес, керісінше діни жолдағы адам екендігін көрсететін құрақ шапандардың рөлі де өте маңызды болған. Түркістан қаласы осындай 3 бөліктен тұрған. Ең ортасында Кесене қаланың орталығы болса, сыртында тұрған бірінші қорғаны ол цитадель деп аталады. Одан кейінгі екінші қорған ол Шахрестан, ал үшінші қорған қаланың ең сыртқы бөлшегін қорғайтын ол Рабат деп аталады. Цитадель, Шахрестан, Рабат деген 3 қорғанның ортасында қала орналасқан. Қазіргі кезде де тарихи фильмдерден көріп жатамыз, қорғаны биік болған, қалалар ортада болған. Дәл солай Түркістан қаласы да бұрынғы кезде Кесененің орталықтың сыртын барлығын түгелдей қорғандар қоршап тұрған. Қазіргі кезде де Кесененің жанында тұрған қорғандар биіктігі қазір 12 метрді құрайды, бірақ ол көшірмесі өте жаңағы төмен 12 метрді құраса, бұрынғы кезде өзінің түпнұсқасында ол өте биік, қаланы толықтай қоршап тұрған қорған болған. Олардың арасында тас атқыштар мен арнайы жаңағы жау ала алмайтындай сондай қамалы биік, өте еңсесі биік қалалардың бірі болған. Оны осындай тарихи беттерден көруге болады. Кемелдікке жетудің 4 жолын осы кісі арнайы жеке тоқталып көрсетіп өтеді. Ол бірінші шариғат, тариғат, мағрифат, ақиқат деген 4 жолды жеке қарастырған. Шариғат өздеріңіз білесіздер, жаңағы дәрет алу, намаз оқу, ораза ұстау деген сияқты ең алғашқы сатыны көрсетеді. Адамның сол ережемен жүріп тұруы, тариғат сол жолда білім алу, мағрифат сол жолға түсіп сол жолмен жүру, ал сол үшеуінен өткен кезде 4-ші барып ақиқатына жетіп, Алланың дидарын көру деп Ахмет Яссауи бабамыз сол кезде 4 сатыдан өткен кезде барып адамның кемелдікке жететіндігін осы сопылық ілімде ашықтап көрсеткен. Мынау су дейді, тазалық, кез келген жердің тазалығын тазалайтын болса, ал Ахмет Яссауи бабамыз айтады, зікір ол жүректі тазалайды дейді. Жүректі тазартудың бірден бір жолы ол Алла жолында зікір ету деп есептейді. Соны Дивани хикмет және басқа да еңбектерінде ашықтап, анықтап көрсеткен. Зікірдің өзі бірнеше түрлері бар, ара зікір, алқа зікір сияқты. Алдарыңызда көрініс тауып тұрған бұл алқа зікір. Айтамыз, алқа отырыс деп 2 немесе бірнеше адамның бас қосуы. Ал сол алқа зікірде осындай адамдар бас қосып отырып зікір айтатын болған. Зікір ол Ахмет Яссауи бабамыздың хикметтері, Аллаға мақтау мадақ, соны қайталап отырып адамның жүрегін тазартатын бір құлшылықтың өте керемет түрі болған. Жалпы мына жерде енді бұл да пәлсапалық тұрғыдан жасалған көрініс. Адамның тәспих тартып отырған жерінен көрініс ретінде жасалған, және тәспихтің ішінде бүкіл ғалам шарын айналып тұрғандығын көрсетеді. Бұл жерден шығатын ой, түйсік, әртүрлі адам өзінің ой түйсігіне қарай түсінеді, түсінігі жеткен жеріне дейін. Жалпы бұл жердегі пәлсапалық мағынасы, зікір тартып отқан кезде адамның бір ұйқыға кетіп, жүрегі тынышталып кеткен сияқты көрініс. Бұл Алланы зікір айту арқылы, Алланы зікір ету, еске алу арқылы адамның жүректері тыныш табатындығын көрсетеді. Және Алла жолына түскен адам, яғни тәспих тартып, зікір салып отырған адам, ол Алла жолында құлшылық етіп отыр ғой. Сол құлшылық жасау барысында адам бүкіл ғаламшарды, жаратылысты түсінеді деген мағынада жасалған. Осы жерден бірнеше адам өзіне бойына керекті қасиетті қалыптастыруға болады, сіңген жағдайда. Сол мақсатта жасалған. Осындай мұнараларды көруге болады. Мұнаралар бұл жаңағы әр көшенің басында бір мешіт болса, сол мешіттердің барлығында осындай мұнаралардан пайдаланады. Ол азан намаз оқитын уақытта азан шақыратын осындай мұнараларды пайдаланған. Және осындай қамыстан салынған үйлерді сол кездегі архив фотоларынан көруге болады. Мына фотоларда мысалы сол кездегі Түркістан қаласындағы тұрғын үйлерді, мешіт медреселердің құрылысын байқауға болады. Түркі даласында өркениет өте ертеде пайда болған. Дәлелінің бірі десек болады. Жалпы монша жайында ақпарат бере кеткен дұрыс деп ойлаймын осы сәтте. Монша қазақ даласында ең алғаш Тараз өңірінде
пайдаланады 11 ғасыр, одан кейін Отырарда 13 ғасыр, одан кейін бізде 16 ғасырдың шығыс моншасы бар. Ал одан да ертерек шығыс моншасы 16 ғасырда Түркістан өңірінде монша ретінде іске қосылса, оның алдында жер асты осындай құбырларды бір-біріне киістіру арқылы кәріздердің жаман лас жуынған сулардың сыртқа шығып кету система құрылғыларын 12 ғасырда Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың Қылует жер асты мешітте пайдаланғандығын көре аламыз. Оның әлі күнге дейін орындары барлығы сақталған. Біздің Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи-мәдени музей қорығында әлі күнге дейін жұмыс жасайтын зейнет жасына келсе де өзіміздің сұранысымызбен арнайы қызмет етіп келе жатқан Марат Жақпаев есімді атақты археологымыз бар. Қуанышқа орай әлі күнге дейін арамызда қызмет етіп келе жатыр. Айтайын дегенім, сол археолог Марат Жақпаевтың және де басқа да археологтардың еңбегінің арқасында, орасан зор еңбегінің арқасында Түркістан қаласының айналасында 50-ден астам қала орындары қазба жұмыстарын жүргізген. 8 ғасырға тиесілі, әртүрлі ғасырларға тиесілі экспонаттар бар фондта, қорда. Солардың бірі 9-12 ғасырға тиесілі осы археологиялық қазба жұмыстары барысында осы айналадан табылған керамикалық қыш ыдыстар. Хум ыдыстар, бұлар бізде жаңағы археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған ыдыстарымыздың бір түрі. Бұл хумдар біздің қазіргі тоңазытқыштың қызметін атқарған десек болады. Ішіне түрлі дәнді, дақыл, астықтарды толтырып, жердің астына көміп сақтауға арналған. Музейдің келесі экспозициясы дәстүрлі қазақ қоғамының өмір салты көрсетілген. Менің артымда тұрған кереге, қоржын, сондай-ақ жайлау. Және жайлаудың қасында дәруіштер көрсетілген. Тарихтан білесіздер, Қараханит дәуірінде ұлы дала топырағына ислам діні келеді. Дәл осы экспозициядан біз ислам дінін таратушы дәруіштермен оны қарсы алып тұрған қазақтарды көреміз. Бұл дін мен дәстүрдің сабақтастығын көрсетеді. Біз Дивани Хикмет залына келдік. Дивани Хикмет залына кірген бойда жоғарыдағы жазу Дүр Гаухар деген жазу бірден көзге түседі. Бұл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметінде айтып кеткен дүрмен Гаухар шаштың міне деген. Бұл кісінің өзі жазған хикметінде үйреткен ілімі ол адамдарға Гаухар тас секілді сондай білімді үйретіп шашқандығын көрсетеді. Және де бізде осы жаңағы форматта жасалған арнайы залымыз адамдарға бұл кісінің үйреткен ілімі, диван хикметі қалай әсер еткендігін пәлсапалық тұрғыда осылай бір адам ұшып бара жатқан секілді осы залға кірген кезде, жазуға қарап тұрған кезде сондай сезімді әсерді алуға болады. Сол форматта арнайы жасақталған бір ерекше залымыздың бірі десек болады. Келесі бізде Әмір Темірдің қалқаны, оның ішінде Кесененің арнайы видеолары, фотолары қойылған. Осы қалқаны, яғни Кесенені қорғап тұрған секілді философиялық мағынада. Және де мынау алдарыңызда тұрған Тайқазанның көшірмесі. Тайқазанды білмейтін қазақ немесе осы бір түркі халықтарының арасында адам жоқ шығар деп есептейміз. Себебі бұл ең көнеден сақталған, біздің күнімізге жеткен құнды жәдігерлеріміздің бірі, өте үлкен рөл атқарған. Тайқазан жалпы оригинал түпнұсқасы Кесенеде әлі күнге дейін сақталып жеткен. 1399 жылы Әмір Темірдің бұйрығымен осы Түркістан қаласына 25 шақырым жерде орналасқан Қарнақ деген кішігірім елді мекенде құйылған, өте сирек кездесетін 7 түрлі металдың қоспасына жасалған алтын, күміс, мыс, мырыш, қорғасын, қалайы темір. Тайқазанымыздың салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3000 литр. Және де өте қызықты ақпараттың бірі, бұл тайқазанға еш уақытта да тамақ жасамаған, астына от жақпаған. Оны әрбір жұма күні ішіне 3 тонна суды толтырып құйып, жұма намаздан келген мұсылмандардың барлығы айналасына отыра қалып, құйылған суға қарап барлығы Құран оқитын болған. Құран оқылған су ол өте керемет, қасиетті су деп, ішіндегі Құран оқылған суды келген әртүрлі мұсылман өз мақсатына қарай түрлі жаңағы дертіне шифа сұраған адам шифа ретінде немесе өзінің дұға тілектерін іштей сырттай тілеп, дұға жасап, сол суды ішетін болған. Жалпы бұл Тайқазан жайлы тағы да өте қызықты ақпарат бар. Ол 1935 жылы
осы Ресейдегі Санкт-Петербург қаласында барлықтарыңызға белгілі Эрмитаж музейіне алып кетеді. Негізі ол жерге 2 айға выставка көрмеге көрсету үшін бұл тайқазанымыз сұрап алынған болатын. Бірақ өкінішке орай 2 ай өткеннен кейін тайқазанымыз сол кері қайтарылмай сол Эрмитаж музейінде қалып қояды. Араға 54 жыл, яғни жарты ғасырдан астам уақыт салып, 1989 жылы мәдениет қайраткері Өзбекәлі Жанбеков ағамыздың бастамасымен барып, Эрмитаждағы тайқазанымыз қайтадан өзінің кесенедегі тарихи орнына алып келіп орнатылған. Осы тайқазанның келуімен құт келді деген сөз бірнеше жаңағы таралған. Жалпы тайқазан 89-да 18 қыркүйекте өзінің тарихи орнына келіп орналасса, артынша 2 жыл өтер өтпес Қазақстан өзінің көптен күткен егемендігінде тәуелсіздігіне қол жеткізеді. Сол үшін де бұл тайқазан еліміз үшін молшылықтың, бейбітшіліктің символы ретінде қалыптасқан және әлі күнге дейін өте қуантарлық жағдай. Осы кесенеміздің орталық бөлмесінде, қазандық бөлмесінде әлі күнге дейін сол қалпында сақталып жеткен. Яссауи ілімі ақиқатты көздейді. Дәл осы мұражайда дивани хикметтің негізінде салынған. Қарапайым адам бұл ілімді түсіне бермейді ғой. Сол себепті бұл музейде барлық Әзірет Сұлтанның ілімін қамтып, қарапайым адамға түсінікті ретінде көрсетілген. Дәл менің ту сыртымда тұрған бір тамшы суда Яссауи ілімінің сен бір тамшы судан жаратылған адам екеніңді ұмытпа деген формада салынған іспетті.